Бөлім су тіршілік көзі. Сабақ тақырыбы. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Оқу мақсаты. Тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау. Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу. Балалар, су адамға не үшін қажет? Суды адамдар не үшін пайдаланады? Өз ойымызды жазамыз. Сәлем достар, міне менің қолымда бір кесе су және бір кесе мұз бар. Ойланып көріңіздерші, қайсысы ауыр? Ойланатын несі бар? Екеуі бірдей емес пе? Бірдей тұста тұр. Онда өзің ұстап көр. Ойлан. Ал біз көрермен достарымызбен бірге су туралы білімімізді арттырамыз. Достар, мен сендерге жұмбақ жасырамын. Дәмі де жоқ, түсі де жоқ, пайдаланбас кісі де жоқ. Ол не? Дәл таптыңдар, ол су. Су тіршілік көзі. Тіпті су ішпеген бір күнімізді елестетудің өзі қиын. Біз күн сайын мөлдір сұйықтықты рахаттана сіміреміз. Ең қызығы, біз суды ішіп қана қоймаймыз. Тіпті барлық тіршілік иелерінің ағзаларының 2% су құрайды екен. Мысалы, адам ағзасының 86% судан тұрса, балықтардың 75%, ал қияр мен қарбыздың 95%-дан астамы судан тұрады екен. Су өте пайдалы бола тұра, оны ішудің де өз ережесі бар екен. Негізі дәрігерлер өте салқын судың бүйрекке күш түсіретін туралы айтады. Суды көтеріп, сіміріп салғаннан гөрі, ауызда ұстап, біртіндеп жұтқан пайдалырақ. Қалай ойлайсыңдар? Үйдегі құбырмен келіп тұрған суды ішуге бола ма? Оның құрамында хлор бар. Хлордың ағзаға зиянды екенін ескеру керек. Ал өзен суын неге ішуге болмайды дейміз? Өйткені оның тазалығына ешқандай кепіл жоқ. Лас суды ішіп, ауырып қалуымыз әбден мүмкін. Тыңдалым. Ертегіні мұқият тыңда. Жапырақ. Көктем келді. Аққайын бұтақтарындағы өркендер де шетіне бір жарып жапырақ жаюда. Тек кенже бір жұп қана асыға қоймады. Бірақ күннен күнге жылуы күшейе түскен күн сәулесі аймалап жүріп, оны да қауызын жарып шықпасына қоймады. Бойына жылу жүгіріп, есінеген бір жұп кенет жарыққа шықты. Демде жасыл жапыраққа айналды. Ол өзін қоршап тұрған табиғаттың сұлулығын көріп қайран қалды. Табиғат қандай әдемі еді. Жапырақ жан-жағына көзі тоймай қараумен болды. Құстардың сайраған көңілді үніне құлақ түрді. Самал желмен тербеле бақытты күй кешті. Бір күні күн суыта бастады. Жауын жауғаннан кейін бойы мұздады. Жапырақтар сары, қоңыр, қызыл түске боянды. Аспанды жиі бұлт торлайтын болды.
бір күні ол аққайың анадан табиғаттың бұл өзгерісінің сырын сұрады. Балалар, сұрақтарға жауап береміз. Ертегінің басқа бөлігінде жылдың қай мезгілі туралы айтылған? Не жапырақ жайды? Кенже бүршік қайтты. Ол қандай жапыраққа айналды? Жасыл жапырақ табиғаттың қандай көріністеріне қайран қалды? Қай мезгілде жапырақ мұздай бастады? Жапырақтар қандай түске боянды? Жапырақтың сұрағына анасы не деп жауап беруі мүмкін? Балалар, енді біз тыңдаған ертегіге ат таңдаймыз. Жапырақ, жасыл жапырақ. Жоспарға сәйкес ертегі бөліктерін тап. Бірінші, жасыл жапырақ. Екінші, күннің суытуы. Үшінші бөлігі, жапырақтың сұрағы. Тақырыптарды еске ала отырып, тапсырмалар орындаймыз. Тапсырма. Тиісті сөздермен толықтыр. Тапсырманы толықтырып жаз. Балалар, бұл тапсырмада ережелерді еске түсіре отырып орындаймыз. Дұрыс жауапты белгіле. Негізгі сын есімді тап. Қалың, атақты, сулы. Туынды сын есімді тап. Әдемі, өнерлі, жаңа. Есептік сан есімді тап. 5-ші, 3, 4-ші. Реттік сан есімді тап. 6-шы, 2, 24. Кері байланыс. Бағдаршам әдісі бойынша бағалау. Қызыл, мен ештеңе түсінбедім. Сары, маған әлі де түсініксіздеу. Жасыл, маған бәрі түсінікті.